Заман дамып жатқанмен мынан аңғар, мейірімнен жұрдай боп жүр адамдар. Ең үлкенін сауаптың алады екен бірінші боп кешірім сұрағандар. Бірақ бүгін көп адам ұмытпайды, өзіне ешбір кінә жуытпайды. Сені ұмытып кеткенмен ешқашанда өкпелеген адам ұмытпайды. Көңіліне қойсақ та жара салып, менен оның төмен ғой баға салып, деген оймен кешірім сұрамаймыз, тұрам ба деп алдында аласарып. Айналдық па тас жүрек сорлыға біз, мейірімсіз боп кеттік сол кінәміз. Кешірші деп келсе де бір бейшара, аяғыма жығыл деп қор қыламыз. Ар ұяттың есігін күзеткендер, бір-біріңе көңілді мұз етпеңдер. Жақсы адам ол қатесіз адам емес, өз қатесін түсініп түзеткендер. Ерегеспең, шығатын есі үнемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар бір-біріңді, кешіргенді Құдай да кешіреді. Көктен биік болғандай көкірегім, өкінемін көп сөйлеп көкіп едім. Біліп білмей егерде ренжітсем, мен сіздерден кешірім